Ғашықтар 14-ші бөлім. Арада бірталай уақыт өтті. Ағаш жапырағын сары алтындай сарғайтып күз де жетті. Жаздың сирек қара бұлты енді ұйысқан сұрғылт мақтадай қоюлана бастады. Мыстаудың күзі жайма шуақ жылы келеді. Сөйтсе де анда-санда суық жел тұрып, сіркіреп жаңбыр жауып, жан-жануардан мәз кетуге айналды. Менде бәлендей маза жоқ. Жолбарыс талаған сұлу композициясын бітіруге таяп қалдым. Кеше үмітпен ақырғы рет кездестім. Оған рахметімді айта-айта әзер айрылдым. Жаны жақсы адамды оңай қия алмайсың ғой. Біраз күннен бері бірге болып, мен оған үйреніп қалыппын. Әзер қидым. Үміт те мен секілді сезінген болуы керек, маған жаутаңдай қарай береді. Тек ақырғы минутта ғана қолын беріп, бір қалада тұрамыз ғой. Әлі кездесерміз. Келіншегің жазылған соң менімен таныстыр. Жалаңаш бейнемді көріп, сыртымнан бұл неткен ұятсыз адам еді деп жүрмесін, деп езу тартып күлімсіреді. Жолбарыс талаған сұлу мүсіні ойлағанымдай шебер шығатын түрі бар. Әркім теке қояды өз лағын дегендей, мүмкін өзімнің жасаған еңбегім болған соң, солай көрінетін де болар. Сәл мақтанып қояйын. Жалпы алғанда жаман шықпайтыны өзіме аян. Жаман шыққан күнде де автор өз еңбегін өзі қалай жаман шықты дей алады. Қолыңнан істеген жұмысың, ода іштен шыққан шұбар жылан. Келіспей жатса да көңіліңе жылы, ойыңа жақын. Автордың өз жұмысына өзі бұлай қарауы оның жаманды жақсы деуінен тумайды. Көбінесе автордың жете алған жері осы болғандықтан, өз тұрғысынан, өз түсінігінен аса алмайды. Мүмкін менің де жеткен жерім осы болар. Әйтеуір мүсін өзіме ұнайды. Бірақ одан мен төбем көкке жеткенде қуана қоймадым. Оған себеп, кейінгі кезде мені қайғы баса бастаған. Сондықтан болуы керек, үміттен айырылуым да, композицияның бітуге айналғаны да бәлендей әсер бермеді. Пикассо қалай болса солай тартылған бір-екі сызықпен әйел денесінің бейнесін таңғаларлық етіп бере алады. Ал мүсінші Антоколский мызғымас қара тасқа, не суық болатқа адамның ішкі сезімін, ішкі дүниесін, оны тебіренткен, не қобалжытқан ой толқынын түсіре білген. Оның қаһарлы Иван, бірінші Петр, Спиноза, жан тапсырып бара жатқан Сократы осы шеберлікті көрсетпей ме? Жолбарыс талаған сұлуды ойнағанда, менің де арманым мүсіндегі кейіпкерімнің сырын, бейнесін дұрыс берумен қатар, олардың жан сезімін, ішкі дүниесін көрсету еді. Осы арманымнан шықтым ба, жоқ па, маған әлі белгісіз. Менің жолбарысым да қаһармен бірге жауыздық, зұлымдық бар. Ал таланып жатқан сұлуымның бүкіл қимылында, түр келбетінде әлсіздік, дәрменсіздікпен қатар қайғы, өкініш, орындалмай қалған арман сазы білінеді. Бұл, менің түсінігімше, өзге жұрт не деп бағалайды. Ал әзірше өз басым кейіпкерімнің ішкі сезімдерін бере алғандықтан, композиция дұрыс шешілген деп таптым. Бұ да менің жаралы жаныма медеу. Алтын айлар да құрылысын бітіруге айналды. Бірақ жұмыстан қолдары босамайды. Сондықтан аяужанның жанында көбінесе өзім қалуға тура келеді. Сүйген адамың ауру болса, оны бағудың қандай қиын екенін енді түсіндім. Бірдемем ұнамай қалды ма деп, ол қабағын шытса, жерге кіріп кеткендей боласың. Аурудың аты ауру ғой, сәл нәрседен көңілі қалуы мүмкін. Дүниеде сан мінезді адам кездеседі ғой, бірақ қайсысының жақсы, қайсысының жаман екені бірден білу қиын. Көршім Зульфияны да көп уақытқа дейін түсіне алмадым. Кіріп шығып жүріп коридорда, не есік алдында кездесе қалсақ, үлкен көздерін төңкере, сызыла амандасады. Ал кеш болса, сан түрлі әуенді әдемі әндерді тербете шырқайды.
Бұл қылықтарымен не айтпақ, ұғу қиын. Әйткенмен жұмбақ сыры ұзаққа бармады. Бір күні кешке таман есік алдында кездесіп қалдық. Жұмыстан кеш қайтып едім. Анандайдан үй алдында көлбеңдеп жүрген Зульфияны көрдім. Таяй бергенімде-ақ ол мені көрмеген адамдай аяғын бұрала басып алдымнан өте берді де жоқ жерден кездескендей жалт бұрылды. Қайнымсың ба? Өзің де амансың ба? Бір үйде тұрсақ та сирек көрісеміз ғой, деп ол әзілдей күлді. Неғып кеш қайттың? Шамасы менің қай уақытта қайтатынымды білетін тәрізді. Жұмыс көп болып, бойдақ жігіттердің жұмысы көп болатын еді ғой. Ол қалжыңдаса күлді. Қыз келіншекпен кездесуден де қолдарың тимейтін болар. Бойдағыңыз қалай? Менің әйелім бар емес пе? Ана төсекте жатқаныңды айтасың ба? Ол сенің қайда жүргеніңді қайдан біледі? Әйелдің сөзі жиіркендіріп жіберді. Менің қабағымның жабылып кеткенін аңғарды ма, ол кенет сөзін басқа жаққа бұра қойды. Ойнап айтам, көңіліңе ауыр алма. Сүйген жарға не жетсін? Сұлу сұлу емес, сүйген сұлу дейді ғой. Ақсақ болса да сүйгенің болсын. Сөйтті де ол маған енді сынағандай пішінмен көз тастады. Қайным, жұбайың жүре алмайтын болған соң, өзіңді жеке шақыра алмай жүредім. Бүгін біздің үйден дәм татып кет. Қонаққа шақыруға сіз міндетті емессіз ғой. Көрші қолаңға сый құрмет көрсете білетін біз де көргенді ауылдың қызы болғанбыз. Сыйласу еліміздің дәстүрі. Оның үстіне бүгін Еркежанымның 7-ге толған күні. Үйіңе барып, жұбайыңның шай пайын бергеннен кейін біздікіне кел. Зульфияның маған ойнақши қарап, көптен бері біте қайнасқан адамдай өзімсіне сен деп сөйлегені ұнап тұрған жоқ. Бірақ дүниеде баладан қымбат не бар? Жалғыз ұлы Еркежаны 7-ге жетіп тұрса, қалай бармаймын дей аламын. Амалсыздан жақсы дедім. Үйде бей-сауыт біреу-міреу болады екен деп қорықпаңыз, деді ол. Менің жақсы деген сөзді сұлық айтқанымды аңғарып, көп кешікпе, күтіп қалып жүрмейін. Жарайды. Үйге келіп Аяужанның дәрі-дәрмегін кешкі шайын бердім де рұқсат сұрадым. Әрине, барғаның жөн, деді Аяужан сөзімді мақұлдай. Бірақ не апарасың? Еркежанның 7-ге толған қуанышы екені енді есіме түсіп, мен де абыржыдым. Бәсе, не апарамын? Ана жерде бағана Шерубайдың әкелген бір торты мен шоколады тұр. Соны ала бар. Шерубай келіп беді? Дәрігер күнде келеді, бірақ үнемі мен жоқта келеді. Мен оны жақсы білемін, бірақ неге үйтетінін түсінбеймін. Сырын біраз күн өткеннен кейін білдім. Дәл бұл сағатта бәлендей ойға жорығам жоқ. Тек уақыты солай болған шығар дедім де қойдым. Менің сұрағыма жауап беріп, Аяужан күлімсіреді. Бағана түс кезінде Алтынайда келіп кетті. Аяужан маған бұрында бір-екі рет Шерубай мен Алтынайдың кездесіп қалғаны жайында көмескі бірдеңелерді айтқаны есіме түсті. Бұрын оның сөзіне мән бермейтінмін, ал бұл жолы Алтынайда дейсің бе? Аяужан тағы күлімсіреді. Жүзінде тек өзіне ғана аян бір сырды білетін тәрізді белгі бар. Алтынайда. Бала емеспін ғой, өзгені аңғармағанмен, еркек пен әйелдің арасындағы қулық сұмдықтың қандай болатынын түсінем. Сол жаман ойға балап, оспақтай сұрадым. Сонда Асылхан қайтеді? Асылхан дейсің бе? Ол жай нәрсе ғой. Алтынайдың онда көңілі болса, осы күнге дейін бір белгі бермес педі. Ал Шерубай жайында басқаша секілді. Шөлмек күнде сынбайды, бірақ рет сынады дегендей, қыз жүрегі де бірақ рет берілмей ме? Алтынайдың қылығы мені таңғалдырған жоқ. Әбден піскен алмадай дер кезіне жетіп тұрған қыз біреуді ұнатқан болса несі бар? Бұл табиғи іс қой. Ал Шерубайдікі не? Кеше ғана ұлбосынан айырылғанда, енді бұл дүниеден мүлдем күдер үзгендей еді. Ал бүгін тірі тірлігін істейді деген осы ма? Ұлбосын өлді деп Шерубайдың өлмегені ғой. Әрине, өлмегені. Ұлбосын есіме түскенде, мен Шерубай жөніндегі сөзді тия қойдым.
бас жағына барыспалық деп бір таздың айтқанындай ұлбосын жағына барғым келмеді. Тек бұл сөзден менің ұққаным, Шерубай секілді адам өзінің қайғысын ұмыта бастаса, ол өмір қызығының күштілігі. Мен Еркежанға арналған сыйлығымды алып, Зульфияның үйіне келгенімде сағат 10 болып қалған еді. Зульфияның кішірек келген 2 бөлмесі сән салтанатты жиһазға сыймайды екен. Есік алдына да ал қызыл түкті кілем жайып тастаған. Қабырғаларында да кілем, сервантта алтын жалатқан ыдыс-аяқ, хрусталь, бокал, рюмкалар, бір бөлмеде 2 айна. Артынан барып аңғардым, үй іші мүлікке толғандығы болмаса, қоюында да, жинауында да әдемілік, эстетикалық сәнділік жоқ екен. Құр мешандық қана құмарлықты аңғардым. Мен үйге кіріп келген сәтте Зульфия маған қуана қарсы жүрді. Арақ шарапқа, түрлі тәтті ащы тағамға толған үстелді көрсетіп, «Жоғары шығыңыз, қадірлі қонағым», деді. Даусы да қоңыраудай сыңғырлайды. Электр шамы түсін аша түскен бе, өзі тіпті әдеміленіп кеткен. Кеудесі ашық, тар жібек халаттың белін қынай буып алған. Денесінің ерекше көзге түсер ой шұқыры енді тіпті анықтала қалған. Жан жағыма қарап едім. Былқ-сылқ басып, жаныма келген Зульфиядан басқа ешкім көзіме ілінбеді. «Өзге қонақтарыңыз қайда?» Зульфия сылқ-сылқ күлді. «Сен кеш келетін болған соң, өзге қонақтарымды күнді шақырып жібергем. Мереке иесінің өзі қайда?» «Еркетайды айтасың ба?» «Сіңілім үйіне кетті». «Сіңіліңіз бар ма еді?» деп сұрағам жоқ. Жападан жалғыз адамға дастархан дайындап, сылаңдаған жесір әйелдің үйінде отырғым келмесе де, бір кіріп қалғаннан кейін амал жоқ, азын-аулақ бөгелуге тура келді. Еркежанға алып келген торт, шоколадымды Зульфияға беріп, жоғары шықтым. Көп кешікпей сырлы үстелдің жанынан орын алып, Еркежанның ұзақ жасауы үшін рюмкаға толтыра құйылған коньякты іштім. Екінші рюмканы Еркежанды тапқан анасының құрметі үшін көтеруге мәжбүр болдым. Арақ айтқан емес пе? Бір рюмкамен жолымды көрсетіп берсе, әрі қарай өзімде жүре берем деп. Жалғыз баласының туған күнін мерекелеп отырған ақ жарқын, қылаңдаған жесір әйелмен ананы-мынаны күле сөйлесе отырып, 3-4 рюмка ішіп қойғанымды өзімде білмей қалдым. Байқаймын, коньякты көптен бері ішпегендіктен қызып қалғандаймын. Ал қызып алсам, дүние маған бір жұмаққа айналады. Адам біткеннің бәрі періште секілденіп көріне бастайды. Сірә, бұл менің жалпы ақ көңілдік мінезімнен ғой деймін. Мұндайда маған дүниеде жақсы, өмірде жақсы болып кетеді. Сол жақсы дүниеге мен де жақсы болып көрінсем деген тілек өзінен өзі туады. Кімнің болса да көңілін жыққым келмейді. Жауым болса да тату-тәтті айырылуға тырысам. Ал қазір осы жағдайыма әлі жетпеген тәріздімін. Оған 2 себеп бар. Бірі, осы әйел маған қанша сылаңдағанмен ұнап отырған жоқ. Кей жігіт жылқы мінездес болады, лайлы өзеннен су ішпейді. Соның бірі менмін. Екіншісі, көрші бөлмеде жатқан аяужан. Араққа қанша қыза бастасам да, ол есімнен шығар емес. Менің мұндай жағдайымды байқап қалған Зульфия енді міне өзіне тарта қызықтыра күледі. Көп кешікпей ол өзінің дүкенде істейтінін, жесір болса да ешкімнен кем тұрмайтынын да айтып үлгерді. Зульфия кенет рюмкасын тағы жоғары көтеріп, «Дүниеге келген соң, оның қызығын көріп өту керек», деді. Ішкен коньягынан 2 көзі бірдей тұмандана жасаурап маған тесіле қарады. «Ал сенің сүріп жүрген өмірің?» Кенет бойымды бір суық леп шарпып кеткендей болды. «Я, менің сүріп жүрген өмірім?» «Өмір емес, бейшаралық». «Неге?» «Жас жігітке лайық емес, жас адам ойнап күлер болар». «Сүйген жарың анандай халде жатқанда қалай ойнап күле аласың?» «Жатқан жар жата бермей ме?» «Обал емес пе? Шын махаббат ондай болмайды». «Қандай болады?» «Бір-біріне деген уәдесіне берік болады». «Ал өмір қызығы бар емес пе? Ол үшін не істеу керек?»
Махаббатты адал сақтау керек. Зульфия сылқ-сылқ күлді. Онда сен өмір бойы жаралы жарыңның жанында екі тізеңді құшақтайсың да отырасың ғой. Жоқ қайным, ол өмір емес. Өмір өзінің қуанышында, қызығында. Ол үшін егер шын махаббат қолыңнан келмесе, жалған махаббатқа ұмтыл. Қазақ, ойнасаң өзің теңдес жаспен ойна, одағы сүйген жардан кем болмайды, деп бекер айтқан ба? Қарсы алдымда барын киіп малынып, кеудесін аша қағынып, сылаң қағып отырған әйел маған кенет иреңдеген жыланға ұқсап кетті. Сірә мен оған ашулана қараған болуым керек. Зульфия заматта өзгере қалды. Ол енді мүләйімси күлді. Қайным, ренжіме. Сынайын деп айтып едім. Ар ұятың мол жігіт екенсің. Сүйген жарыңды сүйе бер. Тек екеуің бақытты бол. Жылы-жылы сөйлесе жылан інінен шығады дегендей, көңілім қайтадан орнына түсті. Енді тіпті қыза бастаған болуым керек. Әлгідей емес, маған Зульфия да жақсы адам секілді. Оның махаббатымды түсінгеніне риза болып қалдым. Зульфия енді менің денсаулығым үшін тағы бір рюмка коньяк ішті де, былқ-сылқ басып, анандай диванның үстіне барып жантая отырды. Халатының шеті сәл сырылып, оқтаудай түзу аппақ балтыры қара санына дейін жарқ етіп ашылып кетті. Көзіне көзім түсіп кетіп еді. Нағыз бір төніп келген қыраннан рақым күткен қояндай, көз қарашықтары тұмандана жаутаң-жаутаң етті. Әккі болған әйелдің жаңағы менің сөзімнен сескеніп, айла амалын өзгерткенін енді түсіндім. Дүниеде ұятсыз әйелден жек көрерім жоқ. Осы сәтте маған Зульфиядан жексұрын жан жоқ секілді болып кетті. Жүрегім айнып орнымнан тұра бердім. Менің оқыс қимылымнан шошып кетті ме, әлде бұл қимылымды өзіне келе жатыр екен деп түсінді ме? Зульфия мүләйімси қуана қарады да, маған азырақ су берші деді. Мен кілт тоқтай қалдым. Азырақ су берші, қиналған сағатында маған Аяужан үнемі осылай дейтін. Ол мұндай минутында қинала жалына айтатын. Ал мынау әйел біреу жағымнан тартып жібергендей болды. Өзімнің бағанадан бері қалай шыдап отырғанымнан ұялып, екі бетім дуылдай жанып, үйден ата жөнелдім. Мен сол кештен бастап Зульфияны көрсем, өне бойым дірілдеп, бойымды ашу қысатын әдетке ұшырадым. Зульфия да маған сондай қаһар көрсетуге тырысты. Екеуміз енді бір-бірімізге ит пен мысық секілді қарайтын болдық. Жақындасқымыз келмейді. Анадайдан жиырылып, іштей ысылдаса айырылсамыз. Зульфияның маған істері, менің оған жұмсар қастығым жоқ. Бірақ ол Аяужанға көп қиянат етті. Мен үйінен қашып шыққан күннен бастап Зульфия біздікіне Еркежанды жібермей қойды. Ал оның орнына кешке таман өзінің әдеттегі әнін үдете түсті. Бұрынғы өнеріне енді шиқылдауды, сықылықтай күле айтуды қосты. Зульфияның бұл қылығы Аяужанға жаман бататынын мен ол айтпай-ақ сезіп жүрдім. Бірақ айдаладағы біреуге сен ән салма деп қалай бұйыра аласың? Амал жоқ, шыдай бердік. Өзгенің қайғысын түсінбеген жалғыз осы Зульфия ғана болар бар әлемде. Мен оған сондықтан күнде ішімнен лағнет айтамын. Оның аңсаған өмір қызығы маған жат екеніне қуанам. Махаббатқа деген түсінігім Зульфия секілділердің түсінігінен өзгеше болғанына шаттанам. Демек, жаман әдетте жұқпалы ауру секілді ғой. Оны қанша жек көрсем де, оның сөзінен де, қылығынан да, пәлсапасынан да жеркенсем де, Зульфияның өмірге келген соң оның қызығын көріп өту керек деген сөзі кейде есіме түсе беретін болды. Бұл сөзде аққан өзендегі үйірім секілді өзіме арналған қауіпі бар екенін сезсем де, қызығына оралған жылқыдай әлгі сөз мағынасын әлсін-әлсін ойлай бердім. Және ойлаған сайын көңілімді қайғы торлап, бұрынғыдан жаман жүдей түстім. Расымен Аяужан екеуміз өмірден осылай қызық көрмей өтеміз бе? Әлде бізге де жарық күн шығар кезі бола ма? Осы көкейтесті арман қанша қусам да кетпей-ақ қойды. Екі иығымнан қорғасындай басып, ойымды оқтын-оқтын шырмай берді. Осындай күйде жүріп, бүгін үйге күндегіден кешірек қайттым.
Ой шырмауынан еңсем түсіп, есікті ашып үйге кіргенімде, әлдекімнің тағы да деген әмірлі даусын естіп, басымды көтердім. Электр шамы жанған кез болатын. Үй іші толған жастар. Іштерінде Алтынай, Асылхан, Кәріпжан да бар. Анандай жерде Шерубай тұр. Тағы да деп әмір беріп тұрған сол. Бәрілерінің жүзінде қуаныш, таңғажайып шаттық. Кіріп келген мені көріп Алтынай, сүйінші Жантас аға, деді мені құшақтай алып. Не қылған сүйінші, не үшін? Әне көрмейсің бе? Аяужан жүре бастады. Мен Алтынай көрсеткен жаққа қарадым. Қуанғанымнан жүрегім жарылып кете жаздады. Қабырғаға сүйеніп, екі беті бордай аппақ болып Аяужан тұр. Төсегінен бірінші тұруы қанша қиынға түскенін маңдайындағы тамшылай аққан тері көрсетеді. Бірақ көзінде қуаныш. Қаны қашып кеткен сұрғылт еріндерінде шаттықтың тамаша белгісі бар. Маған қарап күлімсірегендей болды. Мен шыдай алмай қасына жүгіріп бардым. Жаным, жұлдызым, басқан адымың құтты болсын, дедім асыға сөйлеп. Бұлай тұр, деді Шерубай ашулана. Көрмейсің бе, Аяужан әлі де жүруі керек. Мен кейін шегіндім. Кенет Аяужан ернін тістей, аяғын сәл көтеріп, ақырын жылжи бастады. Көп айдан бері қозғалмай қатып қалған тізесі оңай бүгілер емес. Бірақ оған қарар Аяужан жоқ. Аяғын қайсарлана көтеріп, бір қолымен қабырғаға сүйене жүріп келеді. Бір, екі, деген Шерубайдың әмірлі үні естілді. Ауырғанына қарамай, екі бетінен қаны қашып, аппақ маңдайынан тер сорғалап, Аяужан аяғын қинала басады. Тағы да, дейді аяуды білмей Шерубай. Өзін өзі аямай Аяужанда жүре түседі. Әлдекім радио қабылдағыштың тетігін бұрады. Салтанатты әуен төгіле жөнелді. Бір, екі. Тістеніп алған Аяужан тағы да аяғын қайсарлана көтерді. Үсті басы малшынған тер. Демін әзер алады. Әуен күшейе түседі. Осы асау әуен ырғағы қанат бергенде, Аяужан аяғын өршелене басады. Айналайын ерлігіңнен бауырым, деді шыдай алмай Алтынай. Мен көзімнен тамып кеткен жасты ешкімнен ұялмай, қолымның сыртымен сүрттім. Аяужан ақырын жүріп отырып, өзінің төсегінің аяқ жағына жеткенде, үйдегілер бір дауыстан «Ура!» деп айқайлап жіберді. Бұл айқайға мен де қосылдым. Жанына батқан зардаптан есінен тануға жақын тұрған Аяужанды бәріміз жас баладай көтеріп, төсегіне жатқыздық. Қуаныштан не айтарымды білмей, жан жағыма қарай бердім. Аяужанның серіктері бүгінгі қуаныштың боларын күні бұрын білген секілді. Өздері алып келген шампан бөтелкесінің тығынын көкке атқызып аша бастады. Ақ көбікті сарғылт шарап шегінен асқан қуаныш секілді. Шыпылдай тасып, жерге де төгіліп жатыр. Үй іші толған шаттық. Асқақтай шыққан дауыс, ақ жарқын күлкі әзіл. Аяғы, белі қанша ауырса да, жұрт қуанышын бұзғысы келмей күлімсіреген Аяужан. Не істерімді білмей мен тұрмын. Қуанғанымнан тек күле беремін. Бүгін Аяужан күндегісінен 4 есе көп жүрді, деді сағатына қарап Шерубай. Егер күнде осылай жүре берсе, жарты жылдан кейін кран үстінде ор қояндай ойнайтын болады. Сонда ғана мен Шерубайдың неге мен жоқта келіп жүргенін түсіндім. Аяужан менің көзімше алғашқы рет аяғын қозғап, шыдай алмай айқайлап жібергенінен кейін өзінің қиналатынын маған көрсеткісі келмей, Шерубай екеуі дене қимылдарын үнемі оңашада істеп келген екен. Бүгінгі ерлік сол көп күннің қорытындысы болып шықты. Сол сәтте өз емдеуінің мұншалық нәтиже беруіне жас баладай мәз болып тұрған Шерубайға көзім түсіп кетті де, өзімді өзім ұстай алмай, Көп рахмет сізге, Шерубай, дедім екі қолын бірдей қысып. Сізге де Жантас рахмет, деді Алтынай Шерубай үшін жауап беріп. Шамасы дәрігер үшін сөйлейтін халге жетіп қалған секілді. Оны қолтықтай тұрып күлім етеді. Күйеу болса, сіздей болсын. Аяужанның мұндай ерлік істеуіне, оның жазылуына сенің сенімің көп көмек болды.
Алтынай мен Шерубайдың қатарласа тұрғанын көріп, Асылхан бұрылып кетті. Қызғанған пішінін өзгелерге көрсетпей, серіктеріне қосылып, әлденені айтып күлген болып жатыр. Оның Алтынайға деген көңілі Аяужан екеуміздің арамыздағы қасіреттен көп жеңіл секілді. Осыны түсінгенімде жүрегімді бір орасан қуаныш махаббатыма деген әсем сезім билеп кетті. Өзімнің осындай ауыр сынды махаббатқа ие болып, оның ауыртпалығын жеңіп шыққаныма қуандым. Дүниедегі ең бақытты адам екенімді ұқтым. 3 айдан кейін Аяужан өз бетімен жүре бастады. Осындай өзін-өзі ерлікке баулыған адамнан жаның құрбан болмас па? Көктем шыға оны Қара теңізге алып кеттім. 2 айдай жүріп қайттық. Ол әбден айықты. Қайтадан кранға жұмысқа шығатын күні де жетті. Бұл күн екеумізге бірдей мейрам болды. Иін тіресе жиналған жұрт қақ жарып, Аяужан кранының жанына барды. Ол бірінші баспалдаққа аяғын салғанда, үрмелі оркестр ойнап, жұрт уралап қол шапалақтады. Аяужан бірте-бірте жоғары көтеріле берді. Аяужанмен бірге өзім де жоғары көтеріліп бара жатқандай сезіндім. Дәл осы сәтте Аяужан аңсаған биіктіктің не екенін енді анық түсіндім. Осы екеуміз көтерілген биіктен енді мәңгі төмен түспеске ант еттім. Антымды орындайтыныма әбден сенемін. Өйткені біздер адал, тілектес достар қоршаған жаңа заманның шын ғашық жандарымыз. Осы ғашықтықтың құнын менен гөрі Аяужан тереңірек ұққан тәрізді. Сол үшін ол күресті, ақырында бар қиындықты жеңіп шықты. Ендігі бар арманым осы Аяужан секілді бақытымнан мәңгі айырылмасам екен. Ол шыққан сонау еңбек биігіне мен өзімнің өнеріммен, дарыныммен көтеріле алсам, тілектері орындалған дүниедегі шын ғашықтар біз болар едік. Біздің алдымызда қалған арман тек осы ғана. Бұл арманға жететінімізге де мен қатты сенем. Өйткені біз шын ғашықтар өтетін сыннан өттік. Ал өмірде ғашықтық сынынан қиын сын бар ма?